Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді жұмсақ бәліш дайындайтын боламыз. Алдымен жылы сүтімізге жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып, одан кейін тұзымызды, қантымызды, дрожжымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін бөлме температурасында еріген немесе ерітілген сары майыңызды салып, тағы да араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін осы кезде ұнымызды електен өткізіп дайындап қоямыз. Оны да барлығын саламыз. Жақсылап қолымызбен араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Алдымен ұныңыздың жартысын салып, содан кейін барып қалғанын салыңыздар, себебі ұнға байланысты кейде көп болып кетуі де мүмкін. Берілген мөлшердегі ұнды ғана қосыңыздар. Сол кезде сіздің қамырыңыз жұмсақ болып, өте жақсы болып шығады. Мінекей осындай жұмсақ қамыр болып шықты. Енді үстіне кішкене біраз қасықтай жемшкі майымызды құйып, оны тағы да бір жақсылап басып, бетін жауып, жылы жерге алып қоямыз. Шамамен жарты сағат 40 минуттың ішінде менің тестам көтеріліп шықты. Және де дәл осы рецептпен, дәл осы мөлшерлермен жасасаңыздар, кез келген бірінші жасаған адамның да қолынан тестаңыз керемет болып шығатын болады. Міндетті түрде бетін жауып, жылы жерге алып қойыңыздар. Ал оған дейін салмасын дайындаймыз. Менде пісірілген картоп. Оның үстіне сары майымызды саламыз, тұзымызды саламыз. Біздің үйде балалар жаңағы бұрыш қосқанды, көк жуа қосқанды мүлдем жемейді. Сондықтан да бірінші осылай барлығын жақсылап араластырып езіп алдым. Содан кейін ол картопымды екіге бөліп дайындап алдым. Жартысын балаларыма бөлек қойдым. Жартысына жуаны, пиязымды қуырып алып салдым, және де бұрышымды септім. Сіздерде негізі болса, көк жуа қоссаңыздар да өте дәмді болып шығады. Осылай салмасын дайындап қойдым. Мінекей менің тестам дайын болды, өте күшті болып көтерілді, күмпиіп, жұмсақ болып шықты. Енді бәліштеріміздің формасын дайындайтын боламыз. Егер де сіз сатуға жасасаңыз, барлығын бірдей етіп весімен бөлсеңіздер болады. Ал мен үйге жасайтын болғандықтан көз мөлшерімен бөліп шықтым. Және де осылай домалатып алдымен жасап дайындап аламыз. Одан кейін бетін жауып, тағы да кішкене бір 10-15 минутқа беттерін жауып алып қоятын боламыз. Тағы да кішкене көтерілсе, одан ары жақсы болады. Көтеріліп жақсы болып шығады бәліштеріміз. Сол себепті үнемі мен осылай 10-15 минутқа алып қоямын. Содан кейін шетінен алып жасаймын. Қолымызбен осылай ұнға малып аламыз кішкене. Және де осындай қалыңдықта жасайтын боламыз. Қатты жұқа да емес, қалың да емес етіп жасаймыз. Мінекей осындай тестамыз дайын болды. Енді ортасына салмамызды салып түйетін боламыз. Осыған дейін менде негізі бұрындары пирожки, бәліш жасау мүлдем маған қиын жұмыс болатын. Осы рецепті тауып алғаныма қуанамын. Осы күндері әрдайым осы пирожкиларды жасап, отбасымды қуантып тұрамын. Себебі бұған дейін жасаған бәліштерім кейде көтерілмей қалатын, кейде білмейм, бір дұрыс піспей қалатын, көңілімнен шықпайтын. Осы жолы маған қатты ұнайды. Әрдайым осы рецептпен жасап тұрамын, және де сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алғаш рет жасап жатсаңыз да дәл осындай керемет болып шығатын болады. Ал достар, менің каналымда бұдан да басқа керемет рецепттердің түрлері бар. Алда келе жатқан ораза айында ауызашарға керемет рецепттерді дайындасаңыздар болады. Ол үшін каналға тіркеліп, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, рецепттерді жіберіп алмауы үшін. Мінекей пирожкиларымызды жасап формаға салып, үстінен тағы да кішкене бір 15-20 минутқа бетін жауып алып қоямыз. Кішкене тағы да көтерілуі үшін үстінен сары уызбен сүтті араластырып, бетіне жағып шығатын боламыз. Духовкада алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіп шығатын болады. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін, өте дәмді болып шығады. Үйдегі адамдардың барлығына ұнайтынына сенімдімін. Каналға тіркеліп, лайк басып сақтап алыңыздар.